сендерге мен ертегі оқып берейін. Ол ертегіміз бір үзім нан деп аталады. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың арыздағы сондай бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйін кең, әдемі болыпты, іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жетіпті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, оны өз күнін өзі көріпті. Суарып күтіп, орып, өзінің күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп, ағаштың астына шығып кетеді. Ал кедей болса бір көмешінен қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Бай, әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды да маған бір үзім нан бер, дейді. Кедей: «Жоқ, алтынның өзінен нан бере алмаймын», деп жауап береді. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін», дейді ол бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын», деп бұл жолы кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Ойынынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ойынан күші кеткен бай басы айналып суға кетеді да, ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басына түседі. Алтын, күміс, тас екенін, арпа, бидай, ас екенін дейтінін осыған орай айтылған екен. Әдемі екен ертегі? Ұнады ма сендерге балалар?